Мен мәншікпін, солдатымын майданның. Таныр мысың, естіп бедің атымда. Ұзақты күн аңдыстық, қулығыңды асыруға тырыстым. Ақырында көзін тауып құлаттым, дәл түбіне тигізіппін құлақтым. Бұл да менің сыйласымның біреуі, темір крест тағылған. Аңғардың ба кімнің атқыш екенін? Жата берсен, қалыпсың енді, кетпес. Өлген жауға жерім менің жетеді, сен де маған мәлімсің. Әрине сен келген жоқсың, қыз қолынан өлуге. Келгенсің сен біздің елді күйрете бір жеңуге. Музыкалық салтанатпен өтуге, бірақ оны Тәңірім тағдырыңа жазбапты. Денем суып барады. Жоқ. Елге айта барыңдар. Соғыста әйелдерде ерлік көрсет алады. Мен Мәншік Маметова. Командир, сізге өтінішім бар. Мына хаттанама жеткізіңізші. Қымбатты мама, қалыңыз қалай? Мен жақсымын. Қазір алғыш ептеп пулеметшімін. Фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз. Міне, қолым қалт еткен сәтті пайдаланып, өзіңізге хат жазып отырмын. Мама, бүгін күнді сәл тынығайын деп жатып едім, бірден ұйықтай кеттім. Сізді түсімде көрдім. Жалпы жеңістен оралған соң айтатын нәрсе көп бақ. Қолыңызды қатты қысып, құшақтап сүйді. Мама, егер қаза болсам, отан үшін, әкем үшін, және сіз үшін. Внимание! Говорит Москва. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Күректер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп жаңғыртып. Даласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Көктесін жасаға содан әрі, өткен күн қайтадан жанбайды. Сұлудың кестелі орамалы, сыртын тек тешіге маңданды. Кел достарым, ән бастайық, көтеріп жаңғыртып. Даласын дана, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік.
бәрі жойылсын. Әлемнің бар сәби балалары тұрсын тек ұйқысы қанған соң.